Алматы облысы Ақсу ауданы Төлеген Тоқтаров атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығы мен коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі Мұхамметалина Перизат Төлепбековна 4-ші сынып білім алушыларына арналған әдебиеттік оқу пәнін бастаймыз. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы болашақтың кітабы. Сабақтың мақсаты ертегіні бірінші жақта өзгертіп баяндау. Өз пікірімізді айта білу. Сабағымызды бастамас бұрын жұмбақ шешіп көрейік. Бетін қаттап ашады, білім нұрын шашады. Шешуі? Әрине, шешуі кітап. Ендеше, алғашқы кітаптардың қалай жасалғаны туралы не білесіңдер? Қазіргі кезде қандай түрлері бар екен? Қанекей ойланып көрейік. Және білім қоржын әдісі арқылы бейнежазбаны тамашалап білімімізді одан ары толықтырайық. Алғашында адамдар тек ауызша ақпарат алмасып, кейіннен түрлі бейнелерді тастарға қашап ойларын жеткізген. Сүйек, тас, ағаш олардың негізгі құралы еді. Ежелгі мысырлықтар батпақта өсетін папирус өсімдіктерінен жұқа материал жасады. Ол парақтар таяқшаларға оралып, орама кітаптар пайда болған. Ал қағаз біздің заманымыздың 2-ші ғасырында тұңғыш рет Қытай жерінде пайда болды. Алайда қытайлықтар оның жасалу жолын ұзақ уақыт құпияда сақтады. Неміс шебері Йоган Гутенберг 15-ші ғасырда баспа станогын ойлап тауып, кітап ісінде жаңа кезең басталды. Құрылғы минутына 500 белгіні басып шығаруға жарады. Әрине, ол кезде суреттер қолмен салынатын. Кітап жасау аса ауыр жұмыс болғандықтан шығар. Оның құны әрдайым қымбат болатын. Қағаз 65% үйеңкі, 25% қайың және 10% терек ағашынан тұратын қоспадан өндіріледі. 1 тонна қағаз жасау үшін 2 тонна ағаш сүрегі қажет. Әлемді қағазбен қамтамасыз ету үшін жер бетінде қанша ағаш шабылып жатқанын есептеудің өзі қорқынышты. Алдымен ағаш қабығы аршылып ұсақталады. Кейіннен 150 Цельсий градуста қайнатылады. Нәтижесінде талшықтардан целлюлоза пайда болады. Дайын қоспа арнайы сыққыш аппаратқа жөнелтіледі де, соңғы кезеңде әбден кептіреді. Осылайша дайын парақтар баспаханаларға жол тартады. Бүгін біз Джанни Родаримен танысамыз. Джанни Радари жазушы, Италияның Аменик қаласында дүниеге келген. Чиполлиноның басынан кешкендер атты ертегісі дүние жүзі оқырмандарына таныс. Ендеше оқулығымызды ашып, Джанни Радаридің оқу кәмпитті ертегісін түсініп оқимыз. Ертегіні түсініп оқып болсақ, мына тапсырмаларды орындайық. Ертегі мазмұнын бірінші жақта өзгертіп айтып көріңдер. Сендер жақсы жауап берді деген ойдамын. Жарайсыңдар. Дәптермен жұмыс. Сен қай ғылымды осылай құтыға қойып алуға келісер едің? Суретін салып жазамыз. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Кестемен жұмысты орында. Бұл ертегінің қай түріне жатады? Ойыңды дәлелде және ертегі кейіпкерлерін атап шығайық. Бір сөйлемен түйіндеу әдісі арқылы бүгінгі сабақты қорытындылайық. Білімді осылай алу саған ұнай ма? Ұнайды. Себебін толықтырамыз. Ұнамайды. Себебін толықтырып жазамыз. Жарайсыңдар балалар. Сендер дұрыс жауап берді деген ойдамын. Үйге тапсырма. Ертегі мазмұны бойынша жоспар құрамыз. Балалар, сабақтың соңында өз-өзімізді бағалап, қандай деңгейге жеткенімізді тексеріп көрейік. Ол үшін мына дескрипторларға назар аударыңыздар. Алғашқы кітаптардың қалай жасалғаны туралы білемін.
ертегі мазмұнын бірінші жақта өзгертіп баяндай аламын және ойымды дәлелдей аламын. Егер осы тапсырмаларды дұрыс орындасаңыздар, онда бүгінгі сабаққа сіздерге жарайсыңдар дегім келеді. Білем деме балам, білмейтінің көп шығар. Бәрін білген адам дүниеде жоқ шығар. Көп білуге ұмтылған көз жұмғанша оқиды, көп жұмғанша оқыған көп нәрсені тоқиды деп бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Жүздескенше сау болыңыздар.